Мұсаның заманында Қарынбай деген бай болыпты. Малы қисапсыз болса да өзі сараң екен. Таңертең атына мінсе, 4 түлігін ақшамда әрең аралап бітеді екен. Кей аңыздарда Қарынбай Мұсаның немере інісі болған деп те айтылады. Тәңірі одан, пайғамбарлықты қалайсың ба, әлде байлықты қалайсың ба деп сұрағанда, байлық сұрап алыпты. Бірақ малын асынып Құдайдан бұдан да көп мал бер деп тілейді екен. Тілеуі қабыл болып, малы көбейеді. Ол малын айлап санайды. Байыған сайын сараңдана береді. Бір күні байға Мұса пайғамбар келеді. Ол, Құдай ризалығы үшін малыңнан зекет бер дейді. Қарынбай, бермеймін. Өздерің еңбек етіп байып алыңдар деп пайғамбарды тілдейді. Мұса байдан көңіл қалады. Сол кезде Алладан қара жер Қарынбайды тарт деген бұйрық келеді. Жер Қарынбайды тізесіне дейін тартады. Мұса Қарынбайға жанашып, малыңнан зекет бер, садақа мың пәлені жояды. Аман қалсаң, малды қайта жинайсың дейді. Бермеймін, Құдай жоқ дейді қасарысып. Тәңірі қара жерге бұйырып, қара жер тарт дейді. Жер сараңды беліне дейін тартады. Бұл жолы да Қарынбай қанша қиналса да, малынан зекет бермей қармана береді. Алладан соңғы пәрмен жеткен кезде Қарынбайдың денесі толығымен жұтылады. Жер кеудесін қатты қысқан кезде сараңның мұрнынан қанат қылайды. Қара жер Қарынбайдың сасық қанынан жеркеніп, оны қабылдағысы келмейді. Сол кезде Тәңірі оның қанынан қара қоңызды жаратады. Қара қоңыз пайда бола сала, тезек аунатып кете барады. Қоңыр қара күзге дейін сасық қидан мыңға жуық домалақ үй жасайды. Соның 999-ын қай жерге жасырғанын ұмытып қалып, біреуіне ғана тұқымын тастайды екен. Қазақта сараңдығымен аты шыққан адамдарды дүние қоңыз деп атау осыдан қалыпты. Ақыр заман тақағанда көңіл көзі бітелген адамдар жаппай дүние қоңыздық дертіне шалдығады. Сол кезде бұл қоңыздар жер бетінен жоғалып кетеді екен. Содан бастап сараңның пірі Қарынбай сараң болма деген ғибратты өнегелер ел арасына тарапты.